Керей хан – дала ұлының бастауы. Керей хан 15 ғасырдың ортасында дүниеге келді. Оның әкесі Болат Сұлтан Алтын Орда ханзадасы еді. Болат Сұлтан Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошының ұрпағынан тарайды. Керейдің балалық шағы Шығыс дешті Қыпшақтың кең даласында өтті. Ол кішкентайынан атқа мініп, садақ атуды үйренді. Дала тәрбиесін көрген Керей батыл, шешімді болып өсті. Жастайынан Керей хан саяси оқиғаларға араласты. Ол әкесімен бірге көптеген жорықтарға қатысты. Бұл жорықтар оған әскери тәжірибе жинап, көшпелі халықтардың өмірін тереңірек түсінуге көмектесті. Керей ханның балалық шағы қиындықтарға толы болды. Бірақ бұл қиындықтар оны болашақ билеуші ретінде шыңдады. Тақ мұрагері, билік жолындағы келеңсіздіктер. 15 ғасырдың екінші жартысында Алтын Орда ыдыраудың шегіне жетті. Әр түрлі хандар мен сұлтандар билік үшін күресіп, мемлекетті әлсіретті. Осы қиын қыстау кезеңде Керей хан саяси аренаға шықты. Ол өзінің ақылдылығымен, батылдығымен және халық арасындағы беделділігімен ерекшеленді. Керей хан Алтын Орданың ыдырауына жол бермеу үшін күресті. Ол бірнеше рет басқа хандармен соғысты. Алайда, Алтын Орданың күші әлсіреген еді. Керей хан ыдырау процесін тоқтата алмады. Соған қарамастан, ол өзінің халқы үшін жаңа мемлекет құруға бел буды. Хан көрегендігі, Керей ханның саясаты. Керей хан дала халқының бірлігін нығайтуға бағытталған саясат жүргізді. Ол түрлі рулар мен тайпаларды біріктіруге тырысты. Керей хан көшпелілердің дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын құрметтеді. Ол сауда жолдарын қорғауға және дамытуға көп көңіл бөлді. Керей ханның тұсында халықтың тұрмысы жақсарып, мәдениеті дамыды. Керей ханның дана саясаты оған халықтың қолдауын әкелді. Ол көптеген жауларын жеңіп, өзінің мемлекетінің шекарасын кеңейтті. Ұлы Мұрат жолында Қазақ хандығының іргетасы. Керей хан 15 ғасырдың 90 жылдарында Жәнібек ханмен бірге Қазақ хандығының негізін қалады. Бұл оқиға қазақ халқының тарихындағы маңызды кезең болды. Керей хан мен Жәнібек хан бірлесіп, Шығыс дешті Қыпшақтың кең байтақ жерін өз бақылауларына алды. Олар жаңа мемлекеттің іргетасын нығайтып, оның халықаралық беделін көтерді. Керей ханның қазақ хандығының құрылуына қосқан үлесі зор. Ол өзінің даналығымен, батылдығымен және көрегендігімен қазақ халқының тәуелсіздігі үшін күресті.